Көктөбенің етегі мен татар слободкасын салыстыруға мүлде болмайды екен. Екеуінің арасы аса қашық болғанмен, ауа райында біраз айырмашылық бар сияқты. Тау етегі болғандықтан ба, бұл өңірдің таңы салқын. Әсемнің соңғы уақытта аңғарғаны, Абай көшесінің төменгі бөлігі мен жоғарғы жағында да өзгешелік бар екен. Көшенің үстіңгі бөлігінде қар жатса, төменгі жағында сіркіреп жаңбыр жауып тұрады. Ал татар слободкасы дейтін ауданда бұл уақытта тамшы тамбайды. Алатаудың баурайына нөсерлеп құйған жаңбыр тау бөктерлеп кетеді. Кішкентай кезінен жүрегі ауыратын Әсемге таза, тыныш болғанмен жаңа тұрақтары жақпады. Судың жағасы болған соң ба, жоқ әлде үй дымқыл ма, екі күннің бірінде ауа жетпей алқынып, демі қысылатын дерт жабысты. Оның үстіне биылғы күз жаңбырлы болып тұр. Құдайдың қуығы жарылып кеткен бе, екі күннің бірінде нөсер. Аспан тазарып, жылт етіп күн шықса, ауа қызып, буланып, қас қарайысымен салқын түседі. Ауа райының теріс әсеріне отбасына түскен ауыртпалық қосымша болып, бейшараның басын қайғы қаңғыртты. Ұйқысы бұзылып, күйгелек, ашуланшақ болып алды. Сәл бір қолайсыз шаруаға шыбын жаны шырқырап, егіліп жылап қоя беретін әдет тапты. Осының барлығы жиналып келіп, дімкәс жүрекке салмақ салды білем. Соңғы күндері қарғадым жер жүрсе демігіп, ауа жетпей тұншығатын ауруға ұшырады. Екі баласын таң атпай, татар слободкасындағы бақшаға алып бару, ауру адамға оңай болып па? Құлқын сәріде көзін тырнап ашып, бір баласын көтеріп, екіншісін жетелеп, ит арқасы қияндағы бақшаға қарай дедектейді. Бақшаға жеткенше шаруасы тынады, әр жерге бір тоқтап, күш жинап алып, ібілжіп ілгері жылжиды. Балаларын бақшаға жеткізіп салғаннан кейін аяңдап почтаға келеді. Аяғанның Мәскеуге Брежневтің атына жөнелткен арызынан жауап күткелі қашан. Аяған күн сайын босағадан аттай бере, хабар бар ма деп сұрайды. Күйеуінің көңілі үшін күніне 2 уақ таңертең және кешкілік почтаға соғады. Ол бүгін де қатты қиналды. Екі баласын жетектеп аялдамаға жеткенше сан рет тоқтады. Өте ауыр жүк көтеріп келе жатқандай демігіп, денесін суық тер басты. Көзі қарауытып, басы айналды. Аялдама алыстап кеткен тәрізді, жеткізбей діңкесін құртты. Орта жолда кідіріп, қазандай тастың үстінде терін сүртіп, ұзақ отырды. Мына түріммен татаркаға жет алмаспын-ау, үйге қайтайын деп түйген. Есіне сап етіп, Мәскеуден келетін хат түсті де жеңіл қозғалып орнынан тұрды. Осы сәт басы айналсын. Бір аттаса құлап түсетін тәрізді. Оның қиналып тұрғаны жанынан өтіп бара жатқан орыс жігіті байқап. Сізге не болды? Деп қолтығынан сүйеді. Рахмет, ештеңе болған жоқ, деп қинала езу тартты келіншек. Қайтадан тасқа отырды. Жігіт Әсемнің қарысып қалған саусақтарын уқалап жатып әрең жазды. Сонан соң бибіні көтеріп аялдамаға жеткізіп салды. Әсем екі баласын бақшаға тапсырғаннан кейін ілби басып почтаға келген. Ішке кіріп баруға батылы жетпей, есік алдындағы орындыққа жайғасты. Күніне 2 рет келеді. Пошташы қыздар да ығыр болған сыңайлы. Әсемнің қарасын көрген сәтте қабақтары түйіліп, қауырт жұмыстары көбейіп, қолдары босамай қалады. Әсем мұндайда маңдайын есік жақтауына ұрып алғандай кілт тоқтайды. Сізге ештеңе жоқ, дейді қыздардың бірі. Жүрегі сыздап ауырып, есіктің жақтауына сүйеніп сыртқа шығады. Бүгін бірден кіріп бармай, есік алдында бөгеліп қалған себебі, қыздардың жоқ деген сөзін естігенде құлап қаламын ба деп қауіптенді. Есік алдында өткен кеткенге көз түрткі болып отыра бергенде оңай емес екен. Ішке кіргендерде, сыртқа шыққандар да қарамай өтпейді. Ішке кірер алдында аяғанымның жолын оңғара көр деп құдайына жалбарынды. Жасқана тұрып имене басып ішке кірген. Бұл жолы тақ ете қалатын қыз оны байқамады ма, үндемеді. Келіншек кішкене ғана көзі бар терезенің алдына келіп, үн-түнсіз тұрды.
жүрегі дүрс-дүрс етеді. Қолы қалтырап аяғанның паспортын қызға ұсынды. Пошташы қыз паспортқа мүлде қараған жоқ. Келіншектің қолына жоғары жағына қызыл әріптермен КПСС деп жазылған аппақ конвертті ұстата салды. «Мына жерге қол қойыңыз», деді. Содан соң Әсемнің алдына дәптерін ашып қойып. Өмірінде дәл бұлай толқымас. Қолы дірілдеп қалам ұстай алсашы. Әрең дегенде дәптердің бетіне шимайлап белгі салған болды. Конвертті кеудесіне басып асығыс сыртқа шықты. Қуаныштың әсерінен діңкәс жүректің дүрсілі күшейе түскен. Жаңа ғана қарғадым жер жүру мұң болып, демігіп көзі қарауытып құлап қала жаздап еді. Мол қуат біткендей жүгіре басып аялдамаға жетті. Мәскеуден орталық партия комитетінен келгені шын ба дегендей аппақ конвертке қайта-қайта қарайды. Шын дейді жүрегі алып ұшып. Шын деді. Бір ауыз сөзге тілінің икемі әрең келді. Кенет тіліне кермек дәм білінді. Енді түсінді. Егіліп жылап тұр екен. Көзінен аққан ағыл-тегіл жас бетін айғыздап омырауына құйылып жатыр. Қуанғаны соншалық Әсем бір орында байыз тауып тұра алмай тыпырлады. Автобус жуық арада келе қоймаған соң келесі аялдамаға қарай жаяу жүре бермек болған. 2-3 адым аттады ма, жоқ па? Көзі қарауытып, екі аяғынан жан кетіп қалған тәрізденді. Құлағы шыңылдап тұрды да тарс бітіп қалды. Құлаймын-ау деп ойлады. Сұрапыл үрей дімкәс жүректі аямай қыршып алды. Екі тізесінің бүгіліп бара жатқанын сезді. Айқайламақ болған, бірақ әл дәрмені жетпеді. Теңселіп тұрып құлап түсті.